Қазақ халқы жеті қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырып отырған және өмір қажетіне негіз етіп таратқан. Ер жігіттің басындағы осы жетеуі болса, таршылық көрмейді деп есептеген. Зейнеп Ахметованың «Бабалар аманаты» деген кітабында жеті қазынаға халқымыз ерекше мән бергендігі туралы Бауыржан Момышұлы жүйелеп айтып түсіндірген. Мұны ер жігіттің жеті қазынасы деп анықтап айту керек делінген. Бұл ер азаматтың жеке басына, тұрмыс тіршілігіне қажетті бағалы дүниеге байланысты айтылған. Жүйрік ат жігіттің қанаты, ат ер қанаты дегендей атсыз жігіттің күні қараң болған. Қыран бүркіт жігіттің алғырлығы, бүріп түсер күш қуаты, құмай тазы сенімі, досқа адал беріктігі, берен мылтық оты, қаһары, қақпаны серті, алмас кездігі